428 есепте есептеу керек. Яғни ортақ бөлімге келтіріп, мына бөлшектерді азайту амалын орындауымыз керекпіз. Мен білемін, көбіне балалар оқушылардың қиналатыны, өзім тәжірибем бойынша мына ортақ бөлімге келтіруді қиналады. Ол үшін біз ортақ бөлім дегеніміз ең кіші орта еселік. Соны біз жіктейміз. Бөлімдеріне қараймыз, астындағы бөлшектің астындағы сандарға қараймыз. 28-ді жіктейтін болсақ, ең кіші санға бөлеміз. Бұл жұп сан болғандықтан 2-ге бастап бөлеміз. 14 тағы жұп сан 2-ге бөлінеді. 7 тек қана 7-ге бөлінеді, болды. Және 1-ге бөлінеді. Сол бір шыққанға дейін жіктеп аламыз. 21 тағы сан 3-ге бөлінеді екен, ең кіші саны 7-ге ғана бөлінеді. 1 болғанға шейін жіктейміз. Міне қайталанатын сандарды қоршап қоямыз да, ең кіші ортақ еселігін тапқанда қалған сандарды екеуінде де қайталанатынды бір рет қана қоршаймыз. Біреуінде 2 рет қайталанса, оның барлығын жазып шығамыз. 7-ні тек 1 рет жазамыз, қалған сандардың барлығын көбейтіп жазып шығамыз. Сонда бізде неше шығады? Есептейік. 14, 28, 3-ге көбейтсек 84. Яғни ортақ бөлімі бізде 84 болады екен. 3-тен келеді. Ал 84-ті 21-ге бөлетін болсақ, ол 4-тен келеді. Енді ары қарай есептейтін болсақ, 28-ді 3-ге көбейтеміз 84, 25-ті 3-ге көбейтеміз 75 болады. Азайтылған 84-тен 8. Енді ортақ бөлімге келтіріп жазамыз. 84 алымында 75-тен 8-ді азайтамыз. Яғни неше болады? 67 болады, бөлімінде 84. Ортақ бөлгіштері бар ма? Қараймыз. 67 ол жай сан. Сондықтан сол күйінде қалады. Келесі екінші есепті қарайық. 54-тен 41 азайтылған 72-ден 35. Бұл жерде бірден ортақ бөлімін табуға қиналсаңыздар, балалар ерінбей осылай жіктеуге тура келеді. 27 ең кіші 3 деген санға бөлінеді. 9 шығады, 9 тағы да 3-ге бөлінеді. Яғни 1 шыққанға дейін бөле береміз. 72-ні де солай жіктейтін болсақ, 2-ге бөлінеді. 3 шығады, 3-ке бөлеміз 1. Бұны сіздер алдыңғы сабақтарда өттіңіздер. Сондықтан сіздер бұны білулеріңіз керек. 2 ойысы бұл жерде. Мына 2-лерді 1 рет жазамыз. Сосын мына қоршалып тұрған 3-тер қайталанып тұрған 3-терді 1 рет жазамыз. Сосын мына қайталанбайтын басқа сандарды да міндетті түрде ұмытпай жазып шығуымыз керек. Енді осы жерде есептейміз. Мына жерде ең кіші орта еселігі 216 шығады екен. 216-ны 54-ге бөлсек, мұнда 4-тен келеді. Ал мұнда 3-тен келеді. Мына қошалмай тұрған сандар, олар толықтауыш көбейткіштері болады сонда. 4-ті енді бірінші толықтауыш көбейткішті 4-ті көбейтіп шығайық. Сонда 216-дан 164 болады. Одан азайтамыз. 216-дан 105 болады. Есептей келе 164-тен 105-ті азайтамыз. Сонда бізде 59 шығады екен, алымы бөлімі 216 болып қалады.